Сыныптастың съемкасындамыз. Құдай қаласа 15 сентябрь. Сыныптас 4 сезон. Көріңіздер. Есімім Жанеля, скоро сыныптас 4 сезон. Менің есімім Анель, скоро сыныптас 4 сезон. Менің есімім Карина, скоро сыныптас 4 сезон. Асқар Нәжен, 20 сантиметр шығарсаң, 20 сантиметр ма өзі? 20 сантиметр. Oh my. Давай. Бірінші бап еткіді. Маған ашын сәң ғой. Базар жоқ ай. Мықты екенсіз. Нешесіз? Қойындар, жіктер, қойындар. Мен ба? Мектептен адам бар. Иә, сен ән жақсы айтатын ғой? Аға емес, сабақтан кейін бос емес. Сен сол жаққа жазып қойдың. Малпаңа да айтып қойдың звондап. Бір қайғына отырайын, сәмен. Мапақ не қадырасың сен, Мапақпен неге сөйлеседі? Бұл төрдің баласы ғой. Таң қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде 31-ші күн. Темекіні қойғанымызға 24 күн болыпты. Қазір бұрынғыдай емес, жеңілдеп, ұйқыдан да тұру несі, ұйықтауда кәдімгі режим уже мықты қалыптасып тұр. Енді осыны бұзып алмай, до конца істеп жүру керек енді, Құдай қаласа. Ничего, нормально, әдемі. Бір күн мақсатқа жетеміз. Сосын Вьетнамға кет. Короче, қыздар жігіттердің қалтасында, автокөлігінде, болмаса партеткісінде резинка жүреді. Бірақ жақсы резинка, дұрыс резинка салып жүргендерді таңдаңдар. Сендерге ол керек емес па? Съемкада жүрсем, Хосеханим садиктен келіп, Подарка дайындап. еще маған сыйлық алып келіпті. Қандай сыйлық? Кәні көрсетші папаға, ана жерге көрсетіңдер. Не сыйлық алып келіңдер? Вай, өзі бояған ба? Күшті бояған, е? Жені, мына сен боядың ба, наны? Медина Шарифті? Сыныптастың съемкасына келгем ғой. И бір нәрсе есіме түсіп кетеді ғой, съемка кірмей жатып ше. Қай жақта съемка болады. Ал мына жақта мына машинаны уже ұтысына 4-ақ күн қалыпты, Құдай қаласа. 4 күннен кейін уже мына көлікті ойнатып жүреміз. Мәссаған. Бір андай көпте бір рахатында көрген жоқпыз ғой. Құдай қаласа мынау новый машинаны араларыңызда бір жағын атып алады. Енді максимально қатысып үлгеріңіздер. Қымбатты достар, шын жүректен сәттілік тілеймін сіздерге. Алла тағала куә ғой. Құдай қаласа барлығы әділ өтеді. Бізде жаңа рубрика және жаңа қонағымыз. Бізде сыныптаста звездный класс 4-ші сезонда Расул түседі. Дәл қазір сенің математикалық біліміңді тексеретін боламыз. Өте оңай. Окей, кеттік па? 7 жердегі төртіміз неше? 7 жердегі төртім 28. Окей, хорошо. Абзалдың мамасының 3 баласы бар. Иә. Медет, Нұрасыл және үшіншісі баласының аты кім? Расул. Жоқ. Олай емес па? Жоқ. Басынан бұрын қаласың ба? Абзалдың мамасының 3 баласы бар. Иә. Медет, Нұрасыл, үшінші баласының аты кім? Абзал ма? Өте дұрыс, кеттік. Тауық бір аяғымен тұрғанда салмағы 2 килограмм. Болады. Ал 2 аяғымен тұрғанда неше килограмм болады? 2 килограмм.
О, кеттік. Келесі сұрағымыз. Кез келген санды 0-ге көбейткенде неше шығады? 0. А жоқ. Ноль ма? Ноль ма? Дұрыс. Кеттік. 3 минутта неше секунд бар? 3 секундта неше секунд бар? 3 минутта 3 минутта. неше секунд бар? 3 минутта 180. О, кайф. Енді. Дәл қазір медетке сұрақ қоямыз. iPhone 13 жақсы ма, 14 жақсы ма? Ойланатын сұрақ, 15 жақсы ба. Рахмет. Короче, достар, мынандай нәрсе бар ғой. Бір адамдарды біз сыртына қарап сует ете саламыз. Ол мынандай, ол нашар адам. Бұл менің өміріме керек емес. Типа арзан адам ғой деген сияқты вообще. Достар, жалпы мынау да бір арзан дүние. Но бірақ сен осының арқасында қымбат дүниелерге жете аласың ше. Сондықтан да адамдарды сыртына қарап сует етпей қойыңдар. Оның ішінде қандай қымбат адам жатқанын біз білмейміз. Съемка барысы. Начали.